жүре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгіліне кештірмедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сөйлесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге гүлдеп бердім, қызмет қылсын жиналсын деп бермедім. Өзім де басқа шауып төс көрмедім, қазақтың қара сөзіне дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Бұл сөзді тасырықпас талап тұғар, көңіліңнің көз ашық сергек үшін. Дүзу кел, қисы қынар қырын келмей, сыртын танып іс кетпес сырын көрмей. Шу дегенде құлағым тосан сыйды, өскен соң мұндай сөздің бірін көрмей. Таң қаламын алдың айтқанды ұқпай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей. Мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрсеге қашық бол, адам болам десеңіз. Тілеуін өмірдің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, ерінтек бекер мәсішпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Оты қайдасың, жүректі түртіп қозғамай, ғылымның біліп пайдасын, дүниенің көркін болжамай. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Ғылымның бәрі кітапта, ерінбей оқып көруге. Абай хәкім, абай шешін, абай тұлға білесің. Сыршыл, сыншыл, әнші, күйші, аудармашы, суреткер, абай мұхит терең болғап, мүмкін емес түгесу. Ұлы мұхтар, сол мұхитты қалқи алса ғасықпен, мүмкін емес, ойға симас не айтамын насыппен. Өлді деуге симас рас, мүлмейтұғын сөз қалса, насихаттап, жүрерім ақшырға деген ғашықпен. Туғанына 180 жыл той болады түбірлі, әз халқыма облыс боп ардақтадың ұлыңды. Ғасырларға жетер анық ғұламамыз жаңғырып, тілін жерін салдың, тілін сер ұрпақ барда бүгінгі. Сан мекеме қалаларға беріп жатыр атынды. Жұлып тұрса болғана. Саудагер несесін жия кегене тапқаным осы біттім деп. Алсаң ал, әйтпесе саған бола жерде мал-қазан бар дейтұғыны болушы еді ғой. Дайтағанын дәрісі саудагерде қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы енді қартайғанда қайдан үйрен аламын дейді. Оқымадың немесе болаттаға, тілімнің келмегеніне қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Семейде танысқан орыс зиялыларымен байланысын үзбеді. Семейде үйренген орыс тілін одан әрі өздігінен дамытты. Сол кезде 1883 жылы ашылған Семейдегі қоғамдық кітапханадан кітаптар алдыртып, өзі де кейде арнайы барып, ұзақ жатып, кітап оқыған. 40 жастан асқанда абай өлең жазумен айналысты. Ол шығармалар арқылы жастарды өнер білімге, ғылымға шақырды. Сонымен бірге қазақ халқының сол кездегі мүшкіл халін қинала сипаттады. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы.